Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Арай. Біздің крючокпен тоқу бірінші сабағында біз сіздермен бірге осындай воздушная петля теруді үйрендік және столбик без накида тоқып үйрендік. Енді бұл екінші сабағымызда біз сіздермен бірге полустолбик және столбик с накидом тоқып үйренетін боламыз. Қараңыздар, мен 10 шақты воздушная петля алдым. Енді біз қазір бірінші қатарға полустолбик тоқып үйренеміз. Қатарды тоқу үшін бізге міндетті түрде 2 воздушная петля көтеру керек. 1, 2. Бұл біздің бір қабырғасы болып есептеледі уже. Содан кейін крючоктан кейінгі үшінші воздушная петляға 1, 2, 3 міне. Үшінші воздушная петляға біз тоқып бастаймыз. Крючокқа біз жұмыс жібін накид қылып осылай іліп аламыз. Міне, накид. С накидом деген кезде осылай накид іліп аламыз. Енді полустолбик тоқылғанда жаңағы воздушная петлядан біз жұмыс жібін шығарамыз. Міне, шығарамыз да тоқтаймыз осылай. Крючогымызда 3 петля болды. Мінекей, осы жұмыс жібін біз 3 петлядан бірге бүйтіп өткіземіз. Сонда бұл бізде полустолбик болады. Міне, келесін көрсетейін. Накид. 1 петля іліп алдық. Және жұмыс жібін осы үшеуінен бірге тартып шығарамыз. Бізде екінші полустолбик пайда болды. Накид. 1 петля іліп аламыз. Крючокта 3 петля. Жұмыс жібін осы үшеуінен бірге өткіземіз. Накид. 1 петля іліп аламыз. Крючокта 3 петля. Жұмыс жібін осы 3 петлядан бірге өткізіп шығарамыз. Накид. 1 петля іліп аламыз. Крючокта 3 петля. Жұмыс жібін осы үшеуінен бірге өткіземіз. Накид. 1 ілмек іліп алдық. Крючокта 3 петля. Жұмыс жібін осы үшеуінен бірге өткіземіз. Бұл бізде полустолбик. Және соңғысы накид. Петля іліп аламыз және жұмыс жібін осы үшеуінен бірге тартып шығарамыз. Мінекей, бізде полустолбик шықты. Келесі қатарды тоқу үшін міндетті түрде 2 воздушная петля тоқимыз. Тоқымамызды бұрамыз да келесі қатарымызды бастай береміз. Бұл бізде уже бір қабырға болып тұр. Мінекей, келесі бізге көрініп тұрған петляға тоқып кете береміз. Бірінші қатарда сіздер тек бір қабырғадан тоқыған болсаңыздар, екінші қатардан бастап 2 қабырғасына бірге іліп аласыздар. Мінекей, накид. Мына жерде бірінші және екінші қабырға ғой, осы екеуінен бірге былай өткізесіздер. Петля іліп алдық. Енді жұмыс жібін осы 3 петлядан бірге өткіземіз. Мінекей, қараңыздар, 4 қатар полустолбик тоқып шықтым. Мысалы, бас кезінде 10 воздушная петлямен бастасаңыз, қалған қатардың барлығында міндетті түрде санап отыруларыңыз керек. Барлығы бірдей 10 полустолбиктан шығып отыру керек. Енді қазір біз сіздермен столбик с накидом тоқып үйренетін боламыз. Бұғанда мен 10 воздушная петля алам. 1, 2, 3, 10. Мінекей, 10 алдым. Енді тағы да келесі қатар тоқу үшін 2 воздушная петляға көтерем. Және крючоктан кейінгі 3-ші воздушная петляға тоқып бастаймын. Столбик с накидом тоқыған кезде біз былай жасаймыз. Крючогымызға накид осылай іліп аламыз да, мына воздушная петлядан 1 ілмек шығарамыз. Қараңыздар. Бізде дәл полустолбик тоқыған сияқты 3 петля болды, Бірінші 2 петляны 1 шығарып аламыз. Крючокта 2 петля қалды. Және сол қалған 2 петляны қосып 1 шығарып аламыз жұмыс жібінен. Накид. 1 петля іліп алдық. Крючокта 3 болды. Бірінші 2 петляны біз бірге тоқимыз. Және қалған 2 петляны қосып тоқимыз. Екінші столбик пайда болды. Накид. ілмек іліп алдық.
2 петляны бір тоқимыз, қалған екеуін бір тоқимыз. Үшінші столбик. Накид. Петля шығарамыз. Крючокта үшеу болды. Бірінші мен екіншіні қосып тоқимыз. Және қалған 2 петляны қосып тоқимыз. Накид. Ілмек іліп алдық. Бірінші 2 петляны қосып тоқимыз, және қалған 2 петляны қосып тоқимыз. Накид. Ілмек іліп алдық. Бірінші екеуін қосып тоқимыз, және қалған екеуін қосып тоқимыз. Мінекей. Крючокта үшеу. Бірінші екеуін қосып тоқимыз, және қалған 2 петляны қосып тоқимыз. Сонда бізде осындай уже бойы ұзынырақ болып келеді столбик с накидом. Мінекей, ал мынау пол столбик. Кәдімгідей разница бар, қыздар. Қазір мен енді 10 столбиктан 3 қатар тоқып шығамын. Жалпы 4 қатар болады. Содан кейін сіздерге айырмашылықтарын көрсетем. Міне, қатардың соңында 2 воздушная петля көтересіздер. Тоқыманы бұрып, ең бірінші петляға тоқып бастап кете бересіздер. Міндетті түрде санап отырамыз әр қатарды. Мінекей, столбик с накидом 4 қатар тоқып шықтым. Соңына дейін қарап шыққандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше.